біздің сөз ететініміз және сол билердің ішіндегі халықтың көзіне түскен, үлкен деңгейге жеткен, үлкен мемлекеттік қайраткерлік дәрежеге жеткен, ханның ақылшы кеңесшісі болған, үлкен мәселелерді шешкен билер. Қазақ хандығы қалыптасты, құрылды, ол дамыды, шырқау шыңға келді, кейін бұл ханды ыдырады. Ыдыраған кезде де билердің рөлі түскен жоқ. Өйткені жаугершілік заман болды. Хан тақтан тайды, ел шапқыншылыққа ұшырады, ел бүлінді, шұғылды заман болды. Бұл кезге келгенде елдің мәселесі бірінші орынға шыққанда билер атқанды сонда. Билер атқанды, бұрын билер ел ішіндегі мәселені жер дауы, жерсіз дауы сияқтыларын шеше, енді бүкіл елдің мәселесін шешетін болды. Бүкіл халықты бірлікке шақырды. Бүкіл халық атқа мінуге, елді сақтауға, жауға қарсы шығуға, демек сол туралы әңгімелер айтты. Сол кезде билердің айтқан сөздері оны жай ғана сөз емес, кәдімгі үндеу сияқты, уран сияқты айтылды. Мәселен, уа халқым, жұртым, қол болатын елім бар, ел бастайтын елім бар, атадан қалған жолым бар. Қарап отырып қол болса, атадан туды деп кім айтады? Мына ел басына күн туса, етігінен су кешер, ат басына күн туса, ауызсуынан су ішер деген осы мақалда сол кезде шыққан ғой, осы мақалда айтады. Үстіп отырып, міне әрқандай бас қосып біріксеңдер, қандай күшті жау болса да, қиын іс болса да бәрін жеңе аламыз деп халықтың намысын қайрап, халықты осындай елдікке шақырды. Міне осы сөз. Оқушылар, тыңдадыңыздар ба? Бұл ағамыз шешендік танымды зерттеп жүрген Мақсұт Шапиғи ағамыз. Енді оқушылар, 3 топқа да ортақ тапсырма. Осы бейнетаспадағы берілген ақпараттағы тірек сөздерді дәптерге жазамыз. Бірінші, екіншіден, осы берілген ақпаратқа тақырып қоясыздар. Енді үшінші, әр топқа жеке-жеке сұрақ оқушылар. Бірінші топ сіздерге. Тұрып алыңыздар. Билердің қоғамдағы рөлі қандай болды? Келесі топ сіздерге. Билер сөзінің ұран ретінде айтылуының мәні не? Билер сөзінің ұран ретінде айтылуының мәні не? Үшінші топ сіздерге. Билердің арманы бүгінгі тәуелсіздікпен қаншалықты үндес? Сіздерге уақыт беріледі. 2 минут уақыт беріледі. Тірек сөздерді жазамыз. Топ басшылар, енді сіздер мына дискреттерді топ басшылар, топ басшылар. Болған топ болса, қол шапалақтаймыз оқушылар. Bir minut kaldı okuşlar. Töre bir doğuday. Gelesi. Ayteke bir doğuday. Kazbek bir doğuday. Жақсы, сөз өздеріңізде. Біз тыңдауындағы тірек сөздерден 5 сөз таңдап алдық. Олар би, хан, ұран, заң, әділдік. Яғни би ол өзінің заманында ханымдар рөлін атқарған. Және де оның әр сөзі халықтың ұраны, әр айтқан бұйрығы олардың заңдары болып есептелінген. Және де халықтың арасында әрткі болатын болса, оның барлығын әділ түрде саралап, жіктеп, жілік-жілігімен шағатын. Рахмет. Аға, Қазбек Бейтұлы, кім шығады? Тірек сөздерде хандар, билер, құрылтайда, дау, және шешендер. Бұл жерде тағы айтып кететіндей, бұл жерде ел басына күн туған кезінде билер тек қана сөзбен емес,
олар атқа мініп, айтып кеткендей, атқа мініп, елін жерін сақтау мақсатында шапқыншылыққа шыққан. Жақсы, рахмет. Келесі. Біз осы бейнероликтен